Қайырлы күн. Эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Бүгін біздің онлайн қонағымыз аралас жекпе-жектен әлем чемпионы Қуат Найман. Қуат, қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн, бәрі жақсы, аман сен. Спортшыларда карантин күндері қалай өтіп жатыр? Енді спортшыларда карантин деген, жаңағы демалыс деген күн болмайды ғой. Шамамыз келгенше үйде болсын, далада болсын, жаттығудамыз. Бізге көп демалуға болмайды. Сондықтан ештеңеге қарамастан, карантинге қарамастан, шамамыз келгенше жаттығу жасап жүрміз. Демалуға болмайды деп қалдыңыз ғой. Яғни сіз үй жағдайында да жаттығулар жасай бересіз ғой. Енді мен өзім жалпы қалада болғаннан кейін, енді қалада мына ауылды жерлерге қарағанда кішкене карантин қаттырақ қой енді қалада. Сондықтан енді әке-шешеміздің үйімізге келіп, ауылда жаңағындай қатты карантин қатты сезілмейді. Сондықтан ауылда кішкене жүру оңай, жаңағы балыққа барамыз, футбол ойнауға барамыз, жаңағы кішігірім өзіміздің үйде жасақ болған жаңағы спорт клубымыз бар. Сол достарымызбен осы ауылдағы балалардың бәрін жинап, сол клубқа барып аптасына 3 рет жаттығу жасаймыз, доп тебеміз, жүгіреміз. Бізге ауылдан байланысқа шығып отыр екенсіз ғой. Қай жерде ауылыңыз? Негізі туған жерім Алакөл ауданы, Ынталы деген, Үшарал қаласының жанында Ынталы деген ауыл бар, сол жақта. Бірақ кейін келе әке-шешеміз мына Іле ауданына көшіп келді. Сол қазір қаланың шетінде Іле ауданындамыз. Енді осы елдегі жағдайға байланысты бір жекпе-жегіңіз өтпей қалғанын білеміз. Қаржылық жағынан, титул жағынан бұның зияны бар ма? Әрине, енді қазір жекпе-жектің отмена дейді ғой. Кейінге қалдыру себебі бар. Жаңағы өзіміздің жеке ісіміз бар, шағын бизнесіміз бар. Бәрі енді өкінішке орай тұрып қалды. Сондықтан қаржы жағынан болсын, жаңағы морально деп өтеді ғой. Морально жағынан енді өте ауыр жағдай. Сондықтан енді бәріміз халық болып, ел болып, енді сол карантиннің аман есен өтіп кетуін бәріміз күтіп жатырмыз ғой енді. Жалықтық бір жағынан, шаршадық бұл карантиннан. Қуат, енді сіз өз пікіріңізді ашық білдіруден қорықпайтын азаматсыз. Ара-тұра әлеуметтік желідегі парақшаңызда шенеуніктердің жұмысына қатысты сыни пікіріңізді білдіріп, мен үшін бірде-бір министр, бірде-бір депутат авторитет емес деп те айтасыз. Неге? Енді мен ол кісілермен тек әлеуметтік желіде емес, ол кісілермен кездесіп те жүрем. Әкімдер бар, депутаттармен, олармен бір әңгімелескен кезде, олар бір басқа елде, бір басқа қалада өмір сүріп жатқан сияқты да. Біздің елде бәрі бар, бәрі жақсы, жұмыс та бар, ақша да көп, бай тұрамыз деп. Бірақ енді мен өзім спортшы болғаннан кейін көптеген елдерге шығамын, мысалы шетелдерге барам, Таиланд еліне, Сингапур еліне, басқа Лондонда, Японияда болдым, жаңағы ел көрдім, жер көргеннен кейін сол елдерден өз еліме келген кезде бір төмен настроениесіз келемін да. Айтам да, нағып біздің елде осындай емес, нағып біздің ел осылай бай тұрмайды, нағып осындай жетістікте тұрмайды, нағып бізде постоянно проблема деген сияқты. Сол жаңағы басқа елдің тұрмыс жағдайын көргеннен кейін, ол басқа елдермен салыстырғаннан кейін сондай ой туады. Сондықтан сол мен жаңағы депутаттарға айтатыным, менің жаңағы осы государственный чиновниктарға көңілім толмайтын содан. Ол өздеріне де айтам, жаңағы өтірік мақтай бермеңдер біздің елде. Бізде әлі көптеген жұмыстар атқару керек. Біздің істейтін нәрсе көп, жаңағы біз сияқты жаңағы мұнай ғана шығатын, газ, алтын жоқ, біз сияқты алтын жоқ, жаңағы көптеген нәрсе жоқ. Дубай елдерінде, араб елдерінде қарасаңыздар, олар енді мықты бай өмір сүреді. Нағып сол 10 миллион қазақ нағып сол Дубайдағы арабтар сияқты жақсы өмір сүріп, жаңағы достатки, жаңағы нағып солай өмір сүрмеске деп мен сол жыным келетін содан да. Өйткені мен енді халық сыйлайды, анда тойға шақырады, мында тойға шақырады, ана ауылға барып біреудің тұсауын кесеміз, тойына барамыз. Сол қатысқан кезде мен көптеген халықтың жағдайын көрем. Көптеген елдер жаңағы сол 90-шы жылдағы адамдар сияқты тұрмыс тіршіліктері, жаңағы киінген киімдерінің бәрі сол әлі сол бұрынғы заманда қалып қалған сияқты. Сондықтан менің жаңағы еліме деген, жеріме деген жаным ашып, жаңағы сол үшін айтылатын сөздер ғой. Қуат мырза, сіз сонда кімді құрметтейсіз? Мен Қазақстанда бір адамды құрметтеймін, ол марқұм Дінмұхамед Қонаев.
тірі жүрген адамдардан құрметтейтін бір адам бар деп айта алмаймын. Қуат мырза, сынадың ба, өзің шешімін айт деген сөз бар. Сіз өзіңіздің еліңіз үшін, халық үшін не істедім, немесе не істеймін деп ойлайсыз? Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, предлагай деп айтып отырсыз ғой, егер ұнамаса деп. Я бы предложил бы, мен өзім атынан предложил бы, біздің Қазақстанның ауыл шаруашылығын көтеру керек та, мына қасымызда тұрған айдаһар ел Қытай дейді ғой. Егер біз ауыл шаруашылығын көтеріп, осы Қытайды ғана осы тамақпен, ауыл шаруашылығының продукциясымен Қытайды ғана обеспечивать етсек, сонымен ғана біз экономиканы көтеріп алуымызға болады да негізі. Спортшылардың күнделікті өмірі жаттығумен өтеді ғой. Спортпен шамадан тыс айналысу керісінше денсаулыққа зиянын тигізбей ме? Осы арадағы балансты қайтып табасыздар? Әрине, енді профессиональный спорт деп жатады ғой. Кәсіпқой спорт ол әрқашанда денсаулыққа зиян. Ол жаңағы спортшылар спорт тастағаннан кейін көбінесе ауру болып жатады. Жаңағы спорт денсаулығы болмай жатады. Ол мәселені де көтергім келеді. Енді Алла бұйырса өзім спортты тастағаннан кейін осы бүткіл Қазақстанның спортын өз қолыма алсам деген жоспарым бар. Өйткені Қазақстанда осы басқа проблемаларды алмағанда, осы спорттың өзінде проблемалар жетіп жатыр. Соны өз қолыма алып, осы өз үлесімді сол спорт жоқ дегенде сол спортқа қоссам, үлесімді қоссам деген арман жоспарларым бар. Негізі спорт ол адамға негізі көбінесе пайдалы, бірақ жаңағы әлемдік ареналарда, әлем чемпионатында да, олимпиадаларда туымызды көтеріп жатқан, соған мақсат қойып, сол жолда тер төгіп жатқан спортшылардың көбінің денсаулыққа өте зиян, және олардың көбінің денсаулықтары жоқ деп айтса болады. Әрине, енді спорттан кеткен ағаларым бар менің. Мен ол кісілерге қарап өстім. Ол кісілерден ол кісілер спорт тастағаннан кейін қандай қалды қалған, ешкімге көп чемпиондарымыз ешкімге керек жоқ болып қалады. Әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары бар, бір жаман мектептерде барып жаттықтырушы болып істеп жатады. Басқа бір жұмысын істейін десе денсаулығы жоқ, аяғы ауырады, бел ауырады, жүре алмайды. Өйткені енді елім, жерім деп бәрі күшті сол жас кезінде салды ғой. Сол ағаларымызға қарап мен көңілім түседі. Өйткені енді қазақ өзі азақ халық қой, соның арасында енді көк туымызды көтеріп жатқан чемпион, мықты батырларымыз өзі саусақпен санаулы. Сондықтан сол менің жаным ауыратын, неужели осындай үлкен государство сол өздерінің чемпиондарына бір жағдай жасай алмайды? Қуат мырза, 90-шы жылдары мықты спортшының көбі рекет болып кетті. Қазірде сондай қылмыстық әлеммен спортшылардың байланысы бар ма? Сіздің өзіңізге мәселені шешіп берші деп қолқа сап хабарласатындар көп пе? Енді мен шетелде көп жүргеннен кейін, жаңағы анда-мында көп жаңағы ел көріп, жер көріп, анда-мында шыққаннан кейін, жаңағы өзіңнің еліңнің, халқыңның, қазақтың қадірін сол басқа елде жүрген кезде біледі екенсің да. Сондықтан мен өзім жаңағы осы елде болып жатқан, жаңағыдай сіз айтқан сияқты мәселені ұрыссыз, соғыссыз, атыссыз, жоюсыз шешуге тырысамын. Өйткені мен үшін әрбір қазақ азаматы, әрбір қазақ мен үшін туысқаным, менің бауырым, мен олар үшін жаным берем. Сондықтан мен ондай мәселелерді барып кімдікі дұрыс болсын, дұрыс болмасын кешірім сұрап, жаңағы дұрыс шешуіне сондай бар күшімді салып жатамын негізі. Бірақ ондай нәрселер енді болып тұрады. Ол жаңағы рекетке кетіп жатқан, жаңағы сондай бандит болып кетіп жатқан, енді бәрі бывший спортсмендер ғой. Сондықтан біз әрқашанда бір-бірімізді түсінеміз, бір-бірімізді сыйлаймыз. Билайн бизнес ұсынған жарнама SMS-терін өз ісіңізге қолданып көріңіз. Бұл қызмет бизнес иелерінің өз клиенттеріне жеңілдіктер, жаппай сатылымдар туралы шұғыл хабарлауына мүмкіндік береді. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Қуат мырза, Инстаграмдағы парақшаңызға қарасам, енді сәнді киінесіз, иә? Қымбатта киінетін шығарсыз. Көп ақша жұмсайсыз ба осы шопингке? Енді мен өте өзім киінгенді жақсы көрем. Негізі шыны керек, өте киінгенді жақсы көрем, бірақ қымбат киінем деп айта алмаймын енді. Ұнаған нәрсе болса, шамам келгенше ұнаған нәрсені алып киюге тырысамын. Жалпы өзім ішім пысқан кезде
демалыс кезде сол магазинді аралап сол киім алғанды жақсы көремін өзім жалпы. Қуат мырза, рахмет көп-көп. Аңсаған армандарыңызға, мақсаттарыңызға жете беріңіз, аманшылықта жүздесейік. Үлкен рахмет, аман болыңыздар. Ал аздаған жарнамадан соң әріптесім Наталья Райм тағы бір танымал тұлғамен онлайн байланысқа шығады. Арнамыздан ауыспаңыздар.